Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жасау жолы оп-оңай қытырлақ хворсттың рецебімен бөлісетін боламын. Бірақ бұны көп жерде татар пахлавасы деп те атайды. Міндетті түрде менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер, себебі өте дәмді болып шығады. Ендеше дайындап бастайық. Ең әуелі жұмыртқаға су қосамыз және де ерітілген сары майды құямыз. Сары май ыстық болмауы керек. Ыстық болса біздің жұмыртқамыз пісіп кетеді. Енді әрі қарай осыны араластырып, жақсылап алдын ала өлшеніп, електен өткізіліп тұрған ұнымызды қосамыз. Бірнеше бөліктен бөле отырып, негізінен осы біздің хворсттың жаңағы пахлавамыздың қамыры сәл қаттылау болғаны дұрыс. Сонда қазір біз турап бөліктерге бөлген кезде жабысып қалмайтын болады арасы. Осылай қамырымызды дайындап алған соң, ұн сеуіп, дәл еттің қамырына жайған секілді қамыр жаятын боламыз. Егер сіздің қамырыңыз жұмсақтау болып кетсе, көбірек ұн сеуіп жайғаныңыз дұрыс болады. Менің де қамырым сәл жұмсақтау болып кеткен сияқты, сол себепті көбірек ұн септім, қамырымды жұқалап жайып алдым. Егер қамырыңызды қазір бүктеген кезде жабысып қалады деп ойласаңыз, аздап ұн жағып алсаңыз болады. Енді осы қамырдың жан жағына салқын су жағып шығамыз. Дәл осылай. Енді қамырымызды орап, дәл видеодағыдай бүктейтін боламыз. Және де тура видеодағыдай қамырымызды тігінен емес, осылай қырынан кесіп шығатын боламыз. Егер мынандай жабыспай қалған жері болса, сәл су жағып жабыстырып жіберсеңіз болады. Себебі піскен кезде ашылып, біздің хворстымыздың формасы шықпай қалады. Дәл осылай қамырларымызды кесіп алған соң, хворстымыздың арасын осылай ашып дайындап қоямыз. Жақсылап және пісіретін кезде өзіміз майға салғанда да ыңғайлы болу үшін, майға салған бетте ашылып, жан жаққа шашырап кетпес үшін осылай бір қалыпты етіп, бір қалыппен салатындай етіп пішін беріп аламыз. Тағы да қамырымыздың жабылмай қалған жері болса, азғантай салқын су жағып, осылай бекітіп жасап алсаңыз болады. Егер бұлай бекітпесеңіз, қазір біздің хворсттарымыз піскен кезде шашырап, жан жаққа бұндай әдемі формасы шықпай қалады. Хворсттарымызды ашып дайындап алған соң, алдын ала қызып тұрған майда жақсылап қызартып, екі жағын аударып пісіріп аламыз. Хворсттарыңыз неғұрлым қызыл болып, әдемі болып пісіп шықса, соғұрлым түрі де әдемі шығатын болады. Хворсттардың пішінін жоғалтпай, жаңа ашып дайындап қойған күйде бір-бірлеп қызып тұрған майға салып, қызартып пісіріп аламыз. Бастапқыда араластырып керек емес. Сәл қызара бастаған соң, келесі бетін аударып, араластырып алсаңыз болады. Енді біз пешке суымызды қойып, қайнатып аламыз. Осы қайнаған судың үстіне қантымызды қосып, араластырамыз. Әбден қантымыз еріп, осылай қайнай бастаған кезде жарты шай қасық лимонная кислота қосамыз. Лимон қышқылын өте көп қоспаңыз. Егер көп қосып жіберсеңіз, хворстыңыздың дәмі қышқыл болып өте дәмді болмай қалады. Егер үйде лимон қышқылы болмаса, лимонның өзінің бір тілімін қосып жіберсеңіз болады. Және оттың астын баяулатып, қызуы баяулай бастаған кезде 3 ас қасық бал қосып, сиробымызға араластырып, осы баяу отта шамамен 20 минут ұстайтын боламыз. Сиропты әрі қарай толықтай суытып, сиробымызға осы хворсттарымызды салып аунатып алатын боламыз. Толықтай суыған кезде өзі сиробымыз сәл қоюланады. Мінекей дәл осылай сиропқа біздің хворсттарды аунатып аламыз. Себебі біз жаңағы хворсттың қамырына ешқандай да қант қосқан жоқпыз. Сол себепті осындай қантты сиропқа аунататын боламыз. Сонда өзі тәтті болып шыға келеді. Егер бұндай қантты сироп дайындамаймын десеңіз, онда бастапқыда хворстыңыздың қамырына қант қосып алғаныңыз дұрыс болады. Осымен біздің өте дәмді әрі жасау жолы да оңай хворсттарымыз дайын. Жаңа айтып кеткенде, кей жерлерде бұны татар пахлавасы деп те атайды. Міндетті түрде менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.